Hayırlı күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Индира. Мен сіздерге қазір осындай жаздық сандаликтің тоқылу жолын көрсетемін. Өте әдемі. Тоқылу жолы өте оңай. Мендегі сандаликтің размері 35 размер. Мұндай бізге тоқу үшін осындай бізге жіп керек. Осындай хлопок жіп керек. Маркер керек. Сосын крючок керек. Крючоктың мен размері 4-пен тоқимын. Жиектеген кезде 4-пен тоқимын. Алдын тоққан кезде 3-пен тоқитын боламын. Осындай маркерлер керек. Аяққа кигенде өте әдемі, өте сәнді. Бұндай аяқ киімдер тоқып кисеңіздер болады. Тозбайды, әрі сәнді көрінеді. Алдына моншақтармен сәнді қойсаңыздар да болады. Мен ішінен тоқыдым. Осындай табан менде. Мына ішіндегісін алып тастаймыз бірінші. Мына жиектегі жіптерден іліп алып тоқимыз. Жиектегі жіптерден іліп алып тоқимыз. Бірінші біз қай жерден бастаймыз? Соны бірінші маркермен белгілеп аламыз. Екеуі бізде бірдей болу керек. Мен қазір бірдей қойып, екеуін өлшеп алдым. Біз мына жерге маркерімізді бірінші белгілеп қойымыз. Осы жерден бастап тоқимыз біз. Ал кеттік, бастадық. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп, пікір қалдырып отырыңыздар. Ол үшін біз қазір маркер тұрған жіптен іліп аламыз. Бірінші 4-пен тоқимын. Жіпті іліп алдық. Енді мына қысқа жібімізді ішіне қарай бірге тоқып жібереміз қазір. Басып тұрамыз. Мына ілмек емес, енді екінші ілмектен бастап тоқимыз. Бізде міне ілмекте, крючокта 2 жіп болды. Сол 2 жіптен осылай бірге өткіземіз. Сол жерден тағы да тоқимыз. Біз столбик без накида екеуден тоқимыз. Бір ілмектің ішінен 2-2-ден тоқып отырамыз. Міне, мен екіншісінен аламын. Мына қысқа жібіміз ішінде осылай тоқып жібереміз. Біреу, тағы біреу аламын. Екеу. Бірінші тоққанда кішкене ыңғайсыз болады. Енді үшінші ілмектен аламын. Осылай жіпті шығарып аламыз. Сосын екеуіне бірге өткіземіз. Біреу. Тағы біреу. Осылай біз қазір барлығын осы маркерге дейін осылай айналдырып тоқып шығамыз. Мына ішіндегі жіптерден әрқайсынан 2 ілмектен алып тоқимыз. Әрқайсынан 2 ілмектен алып тоқимыз. Біреу, тағы біреу, екеу. Енді екінші ілмектен аламыз. Біреу,
екеу. Қазір біз осылай жиектердің барлығын осылай топшығамыз. Бір ілмектердің ішіндегі бір ілмекке екі ілмектен тоқимыз. Столбик без накид тоқимыз. Мен жиектеп тоқып алып келдім. Мен барлығын тоқып келдім. Енді мына маркерді ала тұрамыз. Енді осы маркер тұрған ілмекке, мына бірінші ілмегімізге біз қазір бекітеміз. Осылай өткізіп бекітіп аламыз. Енді табанның ішіне салып аламыз қазір. İşte kırgızып алайық. Тоққан ілмегімізді сыртына шығарамыз. Осылай ішіне бекітіп алдық. Енді бірінші ілмектен бастап мына жаққа дейін қазір екеуін бірдей ілестіріп отырып, осы жерден мына жерге дейін тоқып шығамыз. 20 ілмек тоқып шығуымыз керек қазір. 20 ілмек тоқып алайын, сосын салыстыратын боламыз бірдей. Біз бұл жерде де бірінші бір ілмек көтеріп аламыз. Каждый ілмектердің үстінен бір-бір ілмектен тоқып шығамыз. Столбик осылай без накид тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бес, алты. 20 ілмекке дейін тоқып шығамыз, сосын екеуін салыстырамыз. Мен 20 ілмек тоқып шықтым. Қазір екеуін салыстыратын боламыз. Міне бізде барлығы бірдей болып тұр. Размеріміз бірдей болып тұр. Енді қайтадан 20 ілмегімізді қайтадан осылай столбик без накиді тоқып шығамыз. Столбик без накид тоқып шығамыз. Бір, екеуінен де екі қабырғасынан да алып тоқимыз. Екеу, үш, төрт, бес, алты, жеті,
biz қазір мына жаққа дейін до конца тоқып шығамыз. Міне мен 20 ilmek тоқып алдым. Енді біз қазір мына жағынан да дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Ол үшін біз қазір мына жіпті қайшымен қиып тастаймыз. Қайшымен қиып тастаймыз мына жіпті. И осылай бекітіп қоямыз. Қазір біз бұл жіпті де ішіне қарай тоқып жіберетін боламыз. Артық жіптерді сіріңкемен күйдіріп тастаймыз. Енді тағы да өлшеп аламыз. Осымен бірдей болу керек бізде. Осы ilmekten бастап тоқитын боламын. Осылай тағы да 20 ilmek тоқып шығамын. Telip alamız. İyi. Nacımız. Oslayıp ıstav oturamız. Şimdi 20 ilmek toplayımız endi. Bir. Екі. Üç. Dört. Осылай 20-ші ilmekке дейін тоқып шығамыз қазір. 19 и 20-ші ilmek тоқып жатырмын. 20. 20-ші ilmekке дейін тоқыдым. Енді қайтадан бірлестіріп көремін. Менде барлығы бірдей екен. Енді қайтадан 20 ilmekті обратно тоқып шығамын. Мен 20 ilmekті тағы да артқа қарай тоқып шығамын. Жиырма ilmekті обратно тоқып шығамын. Bir ilmek көтеремін. И біріншісінен бастап тоқимыз. Bir. İki. Üç. Аяғына дейін қазір осылай столбик безіне келіп тоқып шығамын. Міне біз екі жағын тоқып алдық. Мынау жіптердің бәрін сіріңкемен күйдіріп тастаймыз. Артық шығып тұрған жіптердің бәрін сіріңкемен күйдіріп тастаймыз. Енді біз мына жерден бастап тоқимыз. Ол үшін біз қазір жерден бірінші ilmekten бастап тоқитын боламыз.
ötküzüp alamız. Nanını kişken tartыңkıraymiz. Bunu çıktı bарын қазір бұлағырай жасырып тоқып жібереміз. Бізге енді 10 ilmek тіліп алу керек. Бірінші 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek тіліп алдық. Енді мына жердегі бірінші ilmekке барып бекітеміз. Бірінші ilmekке барып бекітеміз. Bir ilmek тіліп аламыз. Мына жақтан bir ilmekті осылай алып шығамыз. Енді біз 10 ilmegimizді без накид тоқышамыз. Без накид тоқышамыз. 10 ilmектің бәрін. Біреу. Мына жерде бізде үстінде өзінде белгі бар. Тоқылатын екеу. 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmegimizді мына жақтан бекітіп аламыз біз. Енді біз мына жерден bir ilmekті соединительный столбикпен тоқып аламыз. Біреу, екеуін соединительный столбикпен тоқып, енді мына жібімізді кішкене созыңқырап аламыз да, мына жібімізді осы жерден осылай өткізіп алып, осылай бекітіп қоямыз, тартыңқырап. Енді мына жібімізді мынамен бірдей қылып, мына жақтан бастаймыз енді. Біріншіден біреуін тастап кетіп, екіншісінен іліп аламыз. Екіншісінен іліп аламыз. Біздегі мына жердегі жібіміз қатты тартылып кетпеу керек, осымен бірдей болып тұру керек. Енді бізде 11 ilmek болады. Міне мына жерден біз бір ilmekті қосып аламыз. 1. Енді екі қабырғасынан емес, бір қабырғасынан алып тоқимыз. Мына жібімізді бірге тоқып жібереміз. 2. Бір қабырғасынан алып тоқимын. 3. 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bize 11. 11 ilmek. Endi biz bu yerden bir ilmekti соединительный столбикпен тоқимыз. Екіншісінде соединительный столбикпен тоқып шығамыз. Енді жаңағындай жемімізді кішкене үлкейтіп, мынадан өткізіп алып, осылай бекітеміз. Кішкене тартыңқырап қоямыз. Міне бізде осындай болып бекітіледі. Тесік болмайды, екі жағы да бірдей болып тоқылады. Қайтадан жемімізді осылай өлшеп алып, біріншісінен емес, екінші ilmekten барып тоқимыз. Енді бізде 12 ilmek болу керек. Мына жерден алып тоқимыз. Уыстан. Бір қабырғасынан алып тоқимыз бұнда да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek. 12. Енді мына жерден 2 ilmekті біз осылай соединительный столбикпен тоқышамыз. Міне, екіншісі. 2. Енді жібімізді қайтадан осылай өткізіп аламыз. Жібімізді өткізіп аламыз. Қайтадан енді бізде 13 ilmek болады. Осылай бір ilmekten қосылып тоқи береміз. Бізде осындай сонда узорлар пайда болады. Осындай болып тұрады бізде тоққан кезде. Енді бізде 13 болады. Осылай мына жаққа келген кезде мына жібімізді өткізіп алып, қайтадан мына жақтан бастап тоқитын боламыз. Біз бір қабырғасынан алып тоқимыз. Мына жерде бір ilmek тастап кетіп, екінші ilmekке тоқып отырамыз. 13 ilmek болу керек. Енді бізде жібіміз қатты тартылып кетпеуі керек. Біз мына қуыстан алып тоқимыз бір ilmekті.
Bir. Endi bir qavurg'asidan olib to'qiymiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 ilmek bizde ne? 13 Endi bu yerdan 2 ilmekte soединительный столбикпен to'qiymiz. 1 2 Endi jibimizni bu yoqdan chiqarib olamiz. Bu yoqdan chiqarib olamiz. Tartib qo'yamiz. Kichkina biz qattiqroq tortishimiz kerak. Hozir endi bizda 13 bo'ldi. Endi 14 ilmek to'qiymiz. Bu yoqdan boshlab to'qiyveramiz. Bu yoqqa дейін so'ng 1 ilmekdan qo'shib to'qiyveramiz. Hozir o'zbekcha bu yerga дейін to'qishamiz. Biz so'nggi qatorga keldik. Endi so'nggi qatorimizda biz oshlay bu yoqqa qaray, ortga qaray to'qiy solamiz. Stolbik bez naketi to'qishamiz. Bir bariq ilmeklerimizda stolbik bez naketi to'qishamiz. 2 3 4 5 Hozir biz oshlay oyog'ini deyін to'qishamiz. To'qishdim so'nggi qatorni. Endi biz jipda ostdan o'tkazib hozir kesib taslaymiz. Qashmin kesib tastaymiz. Ve hozir ortiq jiplarning barini sirinkemen bastарын kuydirib qo'yamiz. Endi kana jiplarni biz barini qisqartamiz. Bu yerdagi jipning barini qisqartamiz. Ba'zan mushkulni oldi daim bo'ldi. Shunday bo'lib chiqadi. To'qilgan yerimiz shunday bo'lib chiqdi. Mana ikki yoqda. Endi biz sandalyemizning shunday art jag'ini to'qib olamiz. So'ng oyoqqa kiyib ko'rsataman. Qalay bo'lib turadimi? Oyoqqa kiyib ko'rsataman. Bizning sandalyemiz shunday bo'ladi.
Ol үшін бізге қазір біз 4-ші размерлі крючокпен тоқимын. Ол үшін біз қазір 27 ilmek toqiymiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 ilmek toqib aldım. Hozir ölçüp ko'ramiz. 27 ilmeğimiz bizim dal keladi ekan. Endi biz o'zi 27 ilmeğimizde hozir bir ilmek ko'taraman. Stolbik bezniki osay to'qishamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қазір 27 ilmektin бәрін осылай тоқышамыз. 26, соңғы ilmeğimiz 27. 27 ilmek toqib aldım. Endi bir ilmek ko'taraman. Endi ortqa qaray to'qib olamiz. Endi ortqa qaray tag'da o'sha 27 ilmeğimizde stolbik beznaki to'qib chiqamiz. 1, 2 qavurg'asidan da to'qiymiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Endi daha bir ilmek ko'taraman. Endi 5 ilmek qana to'qiyman. 1, 2, 3, 4, 5
алтау тоқиын. Алтау тоқыппын. Мен басында 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek тоқыппын. 6 ilmek тоқып алдым. Енді 2, 3, 4, 5. Енді 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmekті тоқып аламын. Енді мына жақтан енді мына жақтан 6 ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6 6-шы ilmekке тоқитын боламыз. Şu, 4, 5, 6. Алтыншы ilmekке кеп тоқимыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdi bir ilmek көтереміз. Енді қайтадан барлық ilmekтерді осылай стол бейесіне кетіп тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5. Алтыншы. Енді 18 ilmegімізді осылай тоқып шығамыз. 18 ilmектің бәрін тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 ilmeğimizi toqib aldık. Endi 6 ilmek toqiymiz. 3, 4, 5, 6. Endi 6 ilmeğimizni birga toqiymiz. 1, 2, 3, 4,
бешеу, алтау. Bir ilmek көтереміз. Енді барлық ilmekтерімізді осылай тоқып шығатын боламыз қазір. Тоқып алдық. Енді біз жүнімізді кесіп тастаймыз осылай. Енді біз мынаған осыны бекітетін боламыз. Мына кішкене бізде ұзын жағы, арт жағы болады. Енді осыған бекітіп тоқитын боламыз қазір. Размерін бірге өлшеп алайық. Бірінші бізге осы жерден өлшеп алсам бірдей болады екен. Енді осыны біз тоқып шығатын боламыз. Бізде міне ұзын жағы, арт жағы болады. Қазір осылай бекітіп шығамыз. Бірінші осыдан өткізіп аламыз. Кішкене жүніміз тартып бекітіп аламыз. Енді әр ilmектен бірге тоқимыз. Екеуін қатар тоқимыз. Осылай тоқып шығамыз барлығын. Кішкене қиындау, тоқуға болады. Тоқып жүрген кісілер болса, тез тоқиды деп ойлаймын. Жаңадан үйреніп отқан кісілер кішкене практика керек. Енді мен соңғы ilmeğimizді осыған бекітіп тоқимыз. Соңғы ilmeğimizi тоқып алдық. Енді жүнімізді қаттырақ тартып, мынаған бекітіп байлап аламыз. Қазір жіптеріміз шығып кетпеу үшін қазір біз бекітіп қоямыз. Сіріңкемен бекітіп аламыз. Біздің тіккен жеріміз осындай болды. Енді мына жағын осылай тігіп шығамыз тоже. Крючок и жіп керек бізге. Кішкене артығын кесіп тастайын.
ортасына тігіп шығамыз. Екеуін бірдей қылып. Мына жерде міне бірінші ілмектен алып тоқимыз. Екі қабырғасынан да алып. Жібімізді өткізіп аламыз. Кейін тартыңқыраймыз. Мына жібімізді, қысқа жібімізді бірге тоқып жібереміз арасына. Екінші ілмектен іліп алдым. Екінші ілмектен іліп аламын. Қысқа жібімізді арасына тоқып жібереміз. Қазір. Ортасында қалуы керек біздің жібіміз. Енді үшінші ілмектен тоқимыз. Жібімізді іліп алып шығамыз. Осыдан өткіземіз. Төртінші. Енді бесінші ілмегімізді тоқимыз. Бесінші ілмекті шетінен екі қабырғасынан да алып тоқимыз. Өткізіп алып шығамыз. Бесінші ілмегімді тоқып алдым. Енді жібімізді кесіп бекітетін боламыз қазір. Неге? Енді мынау біз қазір артық жіптердің бәрін күйдіріп тастаймыз. Kuydurup шығып кетпейтіндей қылып күйдіріп тастаймыз біз қазір. Міне біздің сандалиямыз болды. Осындай өте әдемі. Әрі сәнді көрінетін. Қолдан тоқылған аяқ киім ешқашанда тозбайды. Қазір аяққа киіп көрсетемін қалай тұрады. Мына бізде арт жағы.